Қазақстанның сулы аймақтарын түрлі құстар мекендейді. Бұл жерлерде үйректер, қасқалдақтар, құтандар, шағалалар мен бірқазандар бар. Суды мекендейтін басқа қандай ерекше құстар бар? Балшықшы құстар бар. Көлдерді оларсыз елестету мүмкін емес. Жер бетінде балшықшы құстардың 200 түрі бар. Соның 3-тен 1 бөлігі Қазақстанда екенін білесің бе? Әрине білем. Міне қарашы, Қазақстандағы балшықшы құстардың бірі саналатын ұзын сирақ балшықшылар топ-тобымен ұшып келді. Бұл құс түрлерінің сирақтары мен тұмсықтары ұзын. Олардың жанында қоректеніп жүрген бұлыңғыр балшықшы. Тыңдашы. Міне қызғыш құстардың дауысы. Ол бәрімізге жақсы таныс. Ол өзен көлдердің жағасындағы шалғынды жерлерді мекендейді. Иә, оның жанынан қашанда қызыл сирақты балшықшы шөпілдекті көруге болады. Ал мамыр құсты тау өзені жағалауына ұя салуға ұшқан сәтінде ғана байқауға болады. Көптеген балшықшылар өз ұяларын жер бетіне салады. Бұл шаушірлік торғайдың ұясы. Ол ұясын топырақ үстіне салыпты. Ал мынау жаңа ғана жұмыртқаны жарып шығып, ешкім көрмесін деп жасырынып тұрған шаушірлік торғайдың балапаны. Қазақстанның оңтүстік шығыс тауларында, өзен қалтарыстарында ең сирек кездесетін балшықшы орақ тұмсық. Біздің тауларда орақ тұмсықтардың 100-ге жуық жұбы тіршілік етеді. Шөлдің де балшықшылары болады. Үлкен тұмсықты шүрлек торғай сусыз, жазықтықтың ауыр жағдайында ұя салады. Қарашы, тақырдың күн қақтаған топырағындағы шұңқырда 3 жұмыртқа жатыр. Аналығы жұмыртқаларын жылытып қана қоймай, күн көзінен қатты ысып кетуден де қорғайды. Әсіресе балықшыларды құстардың ұшуы кезінде өзендер мен көлдердің жағалауларынан жиі көруге болады. Ал күзде Сібір тундыраларына ұя салған мыңдаған балшықшылар Қазақстан арқылы оңтүстікке қарай ұшып өтеді. Бұлар күжіркейлер, қызыл төс құмдауықтар, қаратас құмдауықтар, құм құстар. Үлкен тұмсықты шүрілдек торғай шөлді мекендесе де, сусыз тіршілік ете алмайды. Сондықтан бірнеше шақырым жерлерге су ішу үшін ұшып барады. Оның маңында аққұйрық құмдауықтар мен құмбақшалар қоректеніп жүр. Солтүстік құстармен бірге Қазақстандағы көлдердің мекендеушілері біз тұмсықтар да қыста оңтүстікке қарай ұшып кетеді. Олар басқа да балшықшылар сияқты бірнеше ай жылы жерлерді мекендеп, көктемде қайта отанына оралады.